Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мынандай керемет пончиктер пісіреміз. Мұнда бізде свежие дрожжи 18 грамм. Егерде сухие дрожжи алсаңыздар 6 грамм ғана аласыздар. Қант 7 грамм және 250 миллилитр жылы сүт. Бір шай қасық қант салдық. Енді оны жақсылап араластырамыз. Қалған қант тұрады. Енді оған 35-38 градустағы жіп жылы сүтті құямыз. Араластырып 10 минутқа қойып қоямыз. Дрожжымыз активтендірілу керек. Сармайды ертеміз. Одан кейін жылы жағдайға дейін суытамыз. Тегешке 2 жұмыртқа және жұмыртқаның 2 сарыуызын саламыз. Енді қалған қантты саламыз. Және кішкене тұз. Және бір ас қасық арақ, ликер немесе коньяк. Жақсылап араластырамын. Енді осыған көтеріліп тұрған дрожжыны құямын. Енді оған ұнды елеп саламыз. Енді нан елейміз. Енді наған аздап жылыған майды құямын. Ар қарата нан елеймін. 15 минуттай нанды елеп тұрамын. Елеп болғанда да тестамыз осы сияқты жұмсақ болады. Қолда формасы дұрыс сақталмайды. Осындай жұмсақ болу керек. 10-15 минут өтті. Енді бұл тестаны столға түсіреміз. Ыдысты тазалап жуып майлаймыз. Тестаны жинап алып, қайтадан осы тегешімізге саламыз. Мынандай сұйықтау тесто. Бір жарым сағатқа жылы жерге қоямыз. Немесе бетін орамалмен жауып қоюға болады. Сонымен міне нанымыз көтерілді. Кішкене майлап алайық. Нанды түсіреміз. Тестамыздың весі 1050 грамм. Енді мына тестаны 26 бөлікке бөлеміз. 40 граммнан шығады. Бөліп алғаннан кейін бұлайынан ішіне қарай домалатамыз. Бұлай подкатываем. Андай противень немесе тақтай қай жерге пончиктеріңіз есіз, соның бетін былай майлап аламыз аздап. Оған пончиктерді араластырамыз. Арасын алшақ ұстаймыз, себебі олар объемы көтеріледі бұларның. Осылай түзіп қоямыз. Міне 26 пончик жасадық. Енді бетін целлофанмен жауып қойдық. 15-20 минутқа рассойкаға қойып қоямыз. Көтерілу керек. Одан кейін пісіре бастаймыз. Ыдысқа бір жұмыртқа саламыз. Енді бұл жұмыртқаға қант қосамыз. Крахмал, не кукурузный крахмал. Және қасықтың ұшында ванилин. Енді араластырамыз жақсылап. Енді аздап кішкене сүт қосамыз. Қалған сүтті мына ыдысқа құямыз да қайнатқанға дейін жеткіземіз. Міне қайнаған сүтті енді мына
кремге араластыра отыра құямыз. Бұл массаны қайтадан мына ыдысымызға қоямыз да отқа қоямыз. Орташа немесе төменгі отқа, газыңызға байланысты. Отымызда тұр, орташа от. Енді араластыра отыра қайнатқанға дейін жеткіземіз. Қайнағаннан кейін 30 секундтай пісіреміз. Үлкен пузырек пайда болды. Енді 30 секунд пісіреміз. Сонымен 30 секунд өтті. Креміміз дайын, пісті. Енді басқа ыдысқа құямыз. Қайтадан алдында тұрған ыдысқа құюымызға болады. Бетін пищевая пленкамен жауып суытамыз. Пленканы контакт бетін былай тигізіп жабамыз. Мына ыдысқа мұздай суық су құйдым. Енді оның үстіне тегешімізді қоямыз. Тез суы үшін. Мен жалпы бауырсақ пісірғанға, шелпек пісірғанға, пончик пісірғанға мынандай кулинарный жир аламын. Өсімдік майымен араластырып пісіремін, немесе жалғыз өзіне пісіремін. Міне отта май қызып жатыр. Оның қызығанын мынандай кішкентай жаңа тез салдыр қойғанбыз. Осын салып көреміз қазір ішіне. Ол бірден ішіне салғанда көтерілу керек. Пенисті болу керек. Жалпы майдың көлемі түбінен 2,5 сантиметрдей болу керек. Мені көтерілер, пысат. Майдың градусы где-то 170 градустай болу керек. 170 градусқа дейін қызу керек. Пончик пісірғанда ең бірінші қойған пончигімізден бастаймыз. Растойкада ортасындай деревянный шпажкамен тесеміз. Содан кейін былайынан айналдырамыз кішкене. Енді майға салып пісіреміз. Қызарғанша пісіреміз. Пісіру процесінде алып дамын көріңіз. Майдың температурасы дұрыс па екен, пончиктің іші пісіп жатыр ма екен. Піскен пончикті алдын ала дайындап қойған табаққа салфеткасы бар, саламыз былайдан. Май сорғу үшін. Келесі партияны салғанда майды біраз қыздырып алу керек әрқашанда. Қазір міне ыстық қалыпқа бөліп көрейік. Іші пісқан екен. Пончигіміз пісті. Суытамыз, бірақ жылы қалпын сақтап тұру керек. Міне заварной креміміз суыды. Енді бетіндегі пленкасын алып тастаймыз. Оны арнайы кондитерлік мешокқа саламыз. Басында насадкасы болса да жақсы. Менде насадка жоқ. Мешокқа салдық. Енді ұшын кішкене кесіп тастаймыз. Пончигіміз жылы, әлі жылы. Сондықтан менде насадка болмандықтан мен жерін былай тесемін. Тесіп іште мен крем кіргіземін. Аз-аздан кіргізуге болады. Осылай кіргізіп шығамыз. Отыруға болады повидламен немесе жырмен. Үстіне енді сахарный пудра себеміз. Отамай, қалай екен, дәмді ма? Ішті ма? Лайк?
немесе мынандай пончикті мынандай шоколадный глазурға матырып былайынан. Қандай глазурь бар. Енді кондитерская присыпкалар болады, қайсы болсын. Палочкамен де үйде қандай бар, соған жасап тұрмын, былайынан батырып. Сол мынандай жасауға болады. Қарағандарыңызға рахмет. Егер видео ұнап жатса, лайк басып, каналыма жазылыңыздар. Заварной креммен де, кремсіз де жасауға болады.